Әлі ойлайлым таусылса, әлі ойлайлым тағы бар демекші. Бүгін біз суп мәдениетке қатысты тағы да бір тақырып көтеріп отырмыз. Есім Мәріпжан Әли, бұл voxpol.com сайты ұйымдастырған дебат. Ал сонымен қатар ең нақты тақырыпқа тоқталайық. Осы күндері дат деген атаумен қазақ тілді рэперлер арасында айтыс жобасы қолға алынған. Оны жастар офлайн рэп батл алаңы деп атап жүр. Мұнда екі әртістің сөз шеберлігі сарапқа салынады. Дат жобасының астарында не бар? Бүгін осы сауалды талқылайтын боламыз. Осы мақсатпен студиямызға сарапшы мамандарды шақырған едік. Сонымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, сазгер ағамыз Жарылқасын Дәулет. Қош келдіңіз. Сонымен қатар дат жобасының негізін қалаушы жастардың бірі Ықылас Тұрсынбек те сізбен бірге қош келдің. Енді аға, алғашқы сұрақ, дат жобасы арқылы жастар ойын еркін жеткізе алады деген мәселе айтылып жатыр. Сіз осы пікірмен келісесіз бе? Жалпы мен аздап шегініс жасап көрейін осыған. Мынау осыдан біраз уақыт бұрын біздің білім министрлігі мектепте қыздардың орамалын шешті. Орамалын шешті. Тып-тыныш жүрген, мен арымды сақтаймын, мен енді ұятымды сақтаймын деп жүрген қыздардың орамалын шешіндірді. Артынан көп өтпей, денсаулық сақтау министрі мектепке мүше қап таратуды қолға алып жатыр. Дайын екен мүше қап таратуға, дайындап. Анау былайша қарасақ, сырт көзбен қарасақ, білім министрі Сағадиев мырза дайындап берді, ана мүше қапты тарата қойды. Ана мүше қапқа дайындап берді ана кісі. Бұнда не сыр бар? Неге бұлай жасайды? Бұл ана үлкен, мынау елді, қазақ деген ұлтты азғыруға келіп жатқан үлкен алапат. Мәселен, осы тұрғыда айтатын болсақ, біз, мәселен, өткенде Қырғызстанның президенті бір нәрсе деді деп, біздің кейбір оппозиция өкілдері митингге шығайық деп. Әбіләзов сияқтылар, ол Қазақстанға су бермей қойсаң бітті деп Қырғызстанның президенті ақыл айтып, елге қарсы елдің бәрін үндей бастады. Елбасыға қарсы, мемлекетке қарсы. Кейбір енді білмейміз, бізде көптің толқынымен кетіп қаламыз. Сол кезде кейбір бауырларымыз митингге шығуға дайындалып қалды. Негізінде митингге ондай нәрсеге емес, елді бүлдіретін, елдің тамырына балта шауып отқан, осындай үлкен-үлкен масқаралықтарға қарсы митингге шығуға болады. Қажет ол. Өйткені Сағадиевтің, болмаса мынау министрліктің мүше қап елді тәрбиелейік, елді тудырмайық деудің орнына туа берсе өзің жыныстық қатынас жасай бер, мүше қабымды алда жасай бер енді деуі, бұл енді елді бүлдіру деп қана есептейміз. Осыларға қарсы адам митингге шықса болады. Мен бұны неге айтып отырмын? Бізде қазір батыстан біз жақсылық күтпеуіміз керек. Біздің батысшыл әншілер бар. Батысшыл әншілерге мен мың рет айтқам, айналайын. Сен ешқым таңғалдыра алмайсың, батысқа бар. Сен батыс ұқсап ән айтқың келеді, бірақ батыста сенен мықты айтатын әншілер бар. Не қылады сен тұрды? Сол батыстан ұрлағанша өзің қазағын ұрласайшы, айналайын. Қазағын дәстүрін, қазағының бір әдем ән өнерін тереңдет, байыт. Төреғалилар осыны байытты. Қайраттар, Мейрамбектер көшбасшысы болды. Сондай нәрсе жаса, айналайын. Не ана жақта жоқсың, не мына жақта, не балық емессің, ет емессің, айналып ортада жүрсіңдер ғой, деп айтушы едім. Батыс бізге ән арқылы, ән өнері арқылы жақсылап келген жоқ. Өйткені ән өнері арқылы бізге не істеді? Бізге екі жыныстықты насихаттай бастады. Найтуан соның алғаш қарлығаштар өшіп шықты. Бүкіл кешегі қарға бойлы қазтуған деп келетін, болмаса бұхарлардың, болмаса сүйінбайлардың бүгінгі ұрпақтары қазір дамытып жатыр айтыс өнерін. Айтыспенен елге ой салып жатыр. Елдің көшбасшысы болып жатыр. Ел алға сүйреп жатыр. Айтыскер ақындардың сөзін тыңдасаңыз, өзіңіз тұшынасыз, ойланасыз. Ақылсызымызға ақыл кереді. Парасатсыздығымызға парасат пайда бола бастайды айтысты көріп отырып. Осындай асқар тау айтыс тұрған кезде, міне бір бәлені қаяқтан алып келіп жүрсіңдер, айналайындар ау. Бұлар одан кейін тағы да бір залымды жатыр бұның ар жағында.
боқтық сөз айтуға болады екен дейді. Елді боқтауға үйрету керек. Жаман тексіз сөздер айтуға болады екен. Елді солай тәрбиелеу керек та жағында да. Бұл батыстан келіп отыр да бұл. Айтыста боқтық кім боқтап отыр? Ата-анаңды құрметте, ініңді құрметте. Сен біреуді боқтап тұрсың ана жерде. Сенің шешеңді біреу төсегін ашып, шешеңді зина жасап жатса, жақсы ма? Жақсы көресің ба, айналайын балам? Сені боқтап тұр ғой. Сен шешеңді сүйтейін деп тұр ғой. Әкеңді сүйтейін деп тұр ғой. Болмаса боғауыз айтып тұр ғой. Қазақтың жігіттерінің аузынан боғауыз шығуға тиіс па? Абылай ханның, Төле бидің, Айтеке бидің, Қазыбек бидің ұрпақтарының аузынан нәжіс шығуға тиіс па? Кім жасап жатыр? Кім қаржыландырып жатыр? Ал енді өздерің қаржыландырсаңдар, онда сұмырай екенсіңдер. Қазір білейік, енді осы сауалдарға жауапты ықыластың өз аузынан естейік. Енді Жарылқасын аға бағана тарихтың қойнауынан көп әңгімені ақтарып айтты ғой. Енді мен де біраз көсілейін, рұқсат болса Жарылқасын аға. Ең алдымен бірінші нәрсені қозғап өткім келіп отыр. Ол ежелгі жартаста тұрған адамдардан жартас жазуларынан бір жазу табылыпты. Ол жақта жазуда қазіргі жастар бұзылған, қазіргі жастар жалпы шекарадан шығып кеткен деген жазу қалдырған. Бұл біздің заманымыздан бұрынғы нәрселер. Айналып келгенде тарих нені дәлелдеп отыр? Үлкен буын жас буынға ешқашан риза болмаған. Яғни мен де ертеңгі өзімнің балаларымнан мүмкін бізден кейінгі жастарға мен де риза болмаймын деді. Яғни Жарылқасын ағамен арамызда қанша жас жатыр, үлкен буын ағасы, біз жас буын деген секілді. Сол аралықтан сайып келгенде, ағаның риза болмауы біздің жұмысқа ол шынымен қалыпты жағдай. Екіншіден қай тақырыпқа қозғалып өттік, бағанағы мектептегі мүше қаптар таралуымен оның алдындағы орамалдар шешу. Орамал жағына мен көп сөз қозғағым келмейді. Себебі ол діннен келетін тақырып, ал мен ол нәрсені қатты қозғағым келмейді. Ал енді мүше қаптың тақырыбын айтатын болсақ, білім министрлігі бұны бір ақылдан айырылып, бүкіл жастарды зинақорлыққа шақырудан жасап жатқан жоқ. Қазір ғаламтор бар. Сіздің өзінің немерелеріңізде де, балаларыңызда да қолында телефон бар. Көретін бала ғаламтордан ақ көріп алады бүкіл нәрсені. Мүше қапты тарату, жалпы соның алдын алу. Қанша бала қоқысқа тасталып жатыр, қанша бала соның білместіктен қоқысқа тасталып жатыр. Білім министрлігі ешкімнің барып төсегіне барып қорған бола алмайды. Сен айтпе, сен битпе деп. Демек, алдын алмақшы. Америкалық қазіргі жалпы мектепте ол 3-ші класстан 4-ші класстан дәріптеледі. Яғни мүше қап деген нәрсе бар, қоғамда мына нәрсе бар. Сен егер осындай қадамға баратын болсаң, мынаны істет. Сенің ұрпағың далада қалмасын, қоқысқа тасталмасын деп алдын ала алу, мәселенің алдын алу. Енді одан шығып дат деген жобаны датқа көшейік. Енді ағаның бағанағы сұрақтарына кішігірім жауап беріп жатқаным ғой. Айтыс деген біздің бұл өте ертеден бағзыдан келе жатқан біздің ұлттық өнеріміз. Айтысқа ешкімнің бұл айтқанда дауы жоқ. Айтыс қазақ қырғызда ғана жоқ емес, айтыс түркі тілдес елдердің барлығында бар. Енді сіз аға мәдениет қайраткерсіз, енді оны білуге тиіссіз. Одан кейін айтыстың жалпы былай айтқанда құндылығы неде? Айтыс екі қарсыластың бір-бірін сөзбен былай айтқанда жеңіп кетуі, сөз таластыруы. Әрине айтады ғой, енді кәдімгідей бағанағы жақсылыққа дәріптеу мүмкін, ағалы, інілі сыйластыққа дәріптеу мүмкін, бірақ айтыстың өзінде де бізде бәдік айтыс бар, аға, өзіңіз білесіз, бәдік айтыс. Қаншама біздің бір жандардың біз фольклорды тоқыған азаматтарымыз. Көріп тұрмыз, жалпы бәдік айтыстың болғанын біздің. Қаншалықты бір-біріне, қаншалықты бағанағы сіз айтып жатқан нәрселерді қосып отырып, қазақтың тілінің бай екендігін көрсеткен варваризм деген термин бар филологияда. Оны да білетін шығарсыз. Варваризм жалпы бұл тілдегі боқтық сөздерді зерттейтін ғылым, оның ғалымдары бар, доцент, докторлар бар. Енді қазіргі дат айтысы бұл жастардың қалауы. Ең алдымен, әрине бастауын батыстан алып жатыр. Дей тұрғанмен де бұл қазақи нақышта жасалып жатыр. Бұның атынан бастап тіпті затына дейін қазақша. Біз шетелдің бұлай айтқанда бүкіл мәдениетін, субмәдениетін дәріптеп жатқан жоқпыз. Біз шетелдің мәдениетіне ұқсас дүниені қазақи бір ұн болса, ұнға екі рет аунатып алып, біздің қазақи мәдениетке, қазақи көрерменге беріп жатырмыз. Демек бұл годный контент, өтімді контент. Мен солай деп қабылдаймын. Ал боғауыз сонда бәріміз онда боқтап сөйлесейік. Бәріміз боқтыққа да айтатын нәрсе бар. Боқтық ол мынадан шығады ғой. Қай қазақтың баласы жастайынан туғаннан боқтық естімей өсті? Кім? Мен бе аға, сіз бе әлде
Әріпжан ағай, сіз бе? Ешкім. Жастайынан әкенің аузынан шыққан боқтықты естіп, әкенің таяғын жеп, немесе көшенің тәрбиесін көріп өскен жігіттеріміз бар. Жалпы, боқтық бұл қоғамда бар нәрсе. Геральд Бергердің айтатыны бар, халық қашан өз тілінде боқтайды, боқтап бастайды, демек сол тіл өседі. Бұл не деген сөз? Көп жағдайда да еститін болармыз. Бір шетелдік тіл үйренсек, негізі бірінші боқтық сөздерін үйренуге бейіл болып тұрады. Жастар жалпы, жастар болсын, басқа болсын. Себебі қашан халық сол өзінің ана тілінде боқтап бастайды, демек оның өзінің сол тілі актуалды. Әйтпесе бізде бәрі орысша боқтайды. Орысша сленгті қолданамыз. Неге біз орысша боқтауға тиіспіз? Біздің қазақ тіліміз байырдан жатқан тіліміз жетіп жатыр, жетіп артылады. Неге қазақша боқтамаймыз? Оның өзі де бір көтеретін мәселе. Мәдениет деп басыра бергенмен, мәдениеттің де жалпы иньян секілді екінші тұсы бар. Ол жағында дұрыстап қараған дұрыс деп ойлаймын жалпы өз басым. Сен енді білімді екенсің, айналайын. Түркі тілдес халықтарға қайсы ұлттар жатады? Түркітілдес халықтарға мынау Түркиядан бастап отырып, Әзербайжан, қазір Ресейдің құрамындағы Чуваштан бастап бүкіл жалпы татарлар, қазақтар, қырғыздар, Қырымнан келген қырғыздар, осының барлығы түркітілдес халықтарға жатады. Енді сен түркітілде Чуваш дедің, жарайды, Әзербайжан дедің. Әзербайжанның айтыскер ақындарын айтып берші. Сен біледі екенсің ғой, Қазақтан, Қырғыздан барсы түркітілдес халықтардың бәрінде бар. Түріктердің айтыскер ең мықты ақынды айтып берші. Сен соны зерттеп жүр екенсің. Жоқ, айтыскер емес, олар оны айтыс деп атамайды. Олар не деп атайды сонда? Олардың өзіндік сөз таластыратын, оларда да яғни жиналып. Оларда айтыс жоқ. Айналайын, өтірік айтыс жоқ. Бірақ аузыңа келгенде айта берме. Айналайын. Сен үйтіп айтыс өнерін қорлама. Біз зерттегенбіз, айналайын. Қорлама. Екіншіден мүшеқапты таратады дейсің. Иә, айналайын. Сенің қарындасың бар ма? Иә, бар. Несінші класс оқиды? 5-ші сынып. 5-ші сынып оқиды. Сол қарындасың әлі күнге дейін абыройы бар бойында, иә? Аллаға шүкір, пәктігі бар. Иә? Ертең осы қарындасыңды сен өзің тәрбиелеп, пәктігіменен күйеу балаңа ұзатып, құдаң алдында бетің жарық болған жақсы ма, жоқ әлде екі қап болып қалмасында мүшеқаппенен біреудің қойнына салып бергенім жақсы. Қайсы жақсы айналайын? Мына жерде жоқ, бұл үлкен мәселе. Бұл осы мәселеде сіз дәл қазір мәдениет қайраткері ретінде өте таяз ойланып тұрсыз. Мінекей айтайын аға, ренжімеңіз. Сіз біріншіден менің қарындасым арқылы, яғни менің соншалықты, менің былай айтқанда жан жерін ұстап тұрсыз әрине. Бірақ дегенмен әр қазақ менің жалғызым, әр қазақ менің қарындасым. Иә, сенің қарындасың. Менің де қарындасым, сенің қарындасым менің қызым. Демек қараңыз аға, оларға ешкім мына мүшеқап алып қолдан деген жоқ. Көрдің ба? Тоқта. Оны айтпай қолданып жатқандар бар. Тоқта. Сен осы жылы өзіңнің қарындасыңа айтып едім, жаның шақ беді жазады. Бұл бір тоқта енді. Тыңдап ал мен, айналайын. Сонда сенің қарындасың аман болуын қалап тұрсың ғой. Шын айтам мен. Азамат ретінде, қазақтың жігіт ретінде қалап тұрсың. Шын айтшы, айналайын. Бірақ басқа қарындастарына мүшеқап тарата берейік па? Айналайын. Басқа балаларға мүшеқап тарата берейік па? Оларды сен өзің өткір жігіт екенсің. Сөз айтатын, сөз шешен жігіт екенсің. Сен бар. Менің қасыма кел, ағаң бар. Осылай оларды жаманшылыққа қарсы өттеп, жақсылыққа тарт. Түсіндің ба? Мүшеқап ойбай болары болып бояусыңды ал кие берейік деген нәрсе зат қой ол. Содан қайта сен қайтар, балам, айналайын. Негізі тақырыптан ауытқымайық аға енді. Тақырыпты мен саған өзіңнің сөзіңе байланысты айтып отырмын, балам. Әркімнің мынау таяз ойлап тұрсың деп қойсын, айналайын. Мен таяз ойлаған болайын. Бірақ сен қарындасың намысын қорғап қалдың ғой. Бүкіл қазақтың намысын қорғауға сен тиіссің. Мен қазақтың атынан айтып тұрмын. Әлбетте. Мен қазақтың жағдайын ойлап, бүкіл қазақтың қамын ойлап айтып тұрсаң, сен таяз ойлады деп қоясың. Өйткені сендер дебаттың үйреткендері таяз ойлады деп тиісу, үлкеннің жағасынан алу, сақалынан тарту. Ұялып тұрған жоқсың сен таяз ойлады деп айтуға. Өзің тағы да айтып тұрсың. Бүкіл түркітілдес халықтардың бәрінде бар деп қойсын, түркітілдес халықтардың бәрін атап та тұрған жоқсың. Жарайды, бірақ қайсы ақын екенін білмейсің. Бірақ сөйлей беру мақсат па? Жоқ. Біз осындай жаман нәрседен ұрпағымызды қорғап өтуіміз керек. Сондай заманға кетіп баратырмыз. Бірақ заман кетіп баратырмыз. Кеттік, бұл бәріміз кете береді екенбіз деп бәрін ілестіріп кете беруімізге болмайды. Біз тосқауыл болып айтады. Жақсылыққа, ұрпақтарымыз жәннатқа барсын деп өмір сүруіміз керек қой. Мен осыны айтайын деп қана келдім, айналайындар. Мен біреумен айтсайын деп келгенім жоқ. Біреуге бір сөзімді өткізейін деп келгенім жоқ. Бірақ әйтеуір жастар тәрбиеленсе екен. Енді сіздікі пиар үшін, иә, бұл атақ шығару үшін ғой сенің жасап жатқан. Пиар емес, жалпы
Бұл нәрсе ертелі кеш субмәдениет деген бар ғой. Әр ұлттың субмәдениеті бар. 19 ғасырдан кейін пайда болды субмәдениет. Қалай жалпы поп музыка қалай пайда болды? Субмәдениет келді. Ағаға өзің тікелей сұрақ қоймақшымын, жалпы Димаш Құдайбергеновтың мәселесі жайында мысалға, иә. Қытайға апарды, танытты, көрсетті, ән айтты, бәрі жақсы көрді. Жалпы сіздің осы жайында пікіріңізді кішігірім білсем. Димашты мен осы жерде бәрі жамандады. Мен енді композитор ретінде Димашта қайталанбайтын өнер бар екенін байқадым. Мен әттең сорда отырмадым деді. Отырғанда аналардың бәрін бетін тілетін едім деді. Өйткені Димаш ол өзінің анау Алла берген соншалықты бір талант арқылы ол батысты таңғалдыратынына сендім. Бұл әлемге шығып кететін адам екенін көріп тұрдым, мен көрдім. Кейін жамандап жатқан кезде көрдім, бірақ қасында болған жоқпын ғой мен. Эфирге шыққан кезде көрдім. Әттең ай дедім. Енді қарашы енді, мінекей. Сен де тұрың сол Димаш көркем жігіттер деді, қазақтың жігіттері ғой бәрі. Енді қарашы енді, Димаш не істеді? Иә, соншама әдемі келді дағаны, сол елдің бәрі таңғалдырды дағаны. Кеше бүкіл әлемге қазақтың күйін, қазақтың тілін үйретіп кетті. Қытайда қазақ тілін үйреніп жатыр. Міне, Димаш сияқты болыңдаршы. Өйткені ол сонша әдемі өнеріменен. Жоқ, мен Димаш жайлы қоймағам сұрақты. Жалпы Димаштың неге Қытай нарығына барып өнер көрсетуінің артынан бір гәп көріп тұрған жоқсыз ба? Енді оны әркім әртүрлі дейді. Ол интернет жүйесінде әркім әртүрлі нәрсені айтады. Бірақ Димаш өзінің істейтін істеп жүр. Ол Қытай өзінің саясат арқылы қолданғысы келген шығар. Қытай сол арқылы ақша тапқысы келген шығар. Онда тұрған ештеме жоқ. Бірақ ештеңе жоқ. Жоқ, неге? Өйткені олар өзі білсін, оны бәрі жасамай қоймайды. Істеп жатыр ғой. Бірақ Димаш қазақты насихаттап жатыр. Ал енді сен ойлайтын шығарсың, Қытай қазақты басып алу үшін интернетте жазып жатыр. Жоқ, олай емес. Мен оны ақша таба ма Қытай? Онда мен жұмысым жоқ. Ештеңе жоқ деп отқаным осы. Қытай ақша тапқысы келе ма? Бірақ Димаш қазақын насихаттап жатыр. Головкинді болмаса Қанат Исламды ақша тапқысы Американың промоутерлері алып кетіп жатыр, бірақ олар қазақты насихаттап жатыр. Міне осындай болу керек. Олар таба берсін ақшасын, ол қазақты насихаттасын. Осы пікір жайлы кішігірім айтып өтейін. Ксенофобия деген нәрсе бар ғой, қазір өзіңіз де білетін боларсыз. Ксенофобия бұл жалпы аспан асты елінен бір қорқыныш фобияға айналып келген нәрсе. Қытай Димаштан ақша таппайды. Қытайдың онсыз-ақ Димашсыз-ақ ақшасы жетерлік. Мәселе бұл жерде неліктен біздің азиат типті әртісімізді Қытайдың алдына барып өнерін көрсету. Жастар көреді, Димаштың өнерін бағалап отқан қытайларды көрді. Оның алдында Қытай ұлтымен қатты таныспаған, көрді, яғни өнер бағалап шапалақ ұрып жатыр. Демек ойлайды, Қытайда біз секілді өнер бағалайтын адам екен ғой. Біз секілді не екен ғой деп, ал артындағы астыртын мәнді ешкім ұғып жатқан жоқ. Жастар қазір көрді сол нәрсені. Қысқаша нұсқасын айтайын. Қытай бізді өзінің субмәдениетіне барынша иіріп алып кетпекші. Мәселе тек осында. Себебі біздің түр типіміз, біз Ресейге өтпейміз, біз азиатпыз. Біз басқаға өтпейміз, біз азиатпыз. Ал Қытай мен кәрістің мәдениетіне біз дәл осы жерде өте, былай айтқанда, характеристика, мінездемеміз өте сай келеді. Жарайды, бұл мәселені жабайық. Неге дат шығарылып жатыр? Мен сол датқа байланысты мына сауалды қойғым келеді. Жалпы бүгінгі әңгімеден кейін енді дат жобасы жабылуы мүмкін бе? Жоқ, бұл мен сізге бірден айтайын, бұл алдын ала концепциясы құрылып, алдын ала жалпы дайындалған бұл үлкен жоба. Бұл нәрсе жалғасын табады және таба бермек. Яғни бұл ауыз сөз арқылы айта бересіз. Бірақ жоқ, әр нәрсенің алғашқы шығарылымында барынша халықтың назарын көп аудару үшін, оны жалпы продюсерлер жалпы көп біледі, енді пиар-менеджерлер халықтың назарын аудару үшін барынша шу салады бағдарламаға. Ол барынша халықтың назарын көп аударады өзіне, ары қарай халықты дұрыс контентпен, дұрыс нәрсемен дәріптеуге болады. Соның ішінде датта бар. Датта ертең екі рэпер бір-біріне қарсы пікір айтқанның өзінде ұлтқа деген сүйіспеншілікті, елге деген сүйіспеншілікті қосып айтып өтуі әбден мүмкін. Яғни бұл ертең келгенде жастарға дұрыс жағынан жұмысты жасайтын жоба. Ал әзірге жарайды, боқтық деген кім естімей жатыр боқтықты? Айтыңызшы, шыны керек қой. Кім естімей жатыр боқтықты? Қазақты тексіздендіру, қазақты мал қылу. Неге боқтайды? Неге боқтық естейсің сен? Неге естейсің сен? Мен боқтамын. Жұртың бар боқтау керек па? Сен де боқтама. Сен біреуді боқтатпа. Сенің намысың қайда? Қазақ деген қаның қайда сенің?
Сіздің ойыңызша сонда намыс сол боқтық сөз естуге қалып тұр ма? Біріншіден айтып өтейін мен концепцияны сізге, сіз мүмкін концепциямен дұрыс таныспаған боларсыз. Біздің дат бағдарламасында жалпы жақындарына, әкеге, шешеге, туысқанына ешкімге тіл тигізбейді. Екіншіден біз саясатты қозғамаймыз, үшіншіден дінді қозғамаймыз және ұлтты қозғамаймыз. Бірақ боқтықты қозғай бересің. Боқтықты қозғаймыз, қазақи боқтық, қазақша боқтық, барбаризм. Айналайын, халықтың барлығын голубойлық дейді ғой, жаман голубойлық деген сөз бар, термин пайда болды ғой қазір. Осыған үгіттеп жатыр. Анау бүйтеді, мен бағана сіздердің бір тілшілеріңіз жіберді, сондағы мен түсінбеймін, бұл не пәле деп сұрадым мен. Сөйтсем, бүйтеді, мен 91 болсаң, сен бір бәлесің деп қойды, оған қарсы бір бәлесі бар екен тағы да. Ол 91 шайтан болса, ол анада жаман шайтан ба, білмеймін, одан жақсы шайтан ба, сол жақсы шайтан мазақтап жатыр ма, білмедім. Ал енді айналайын-ау, мінекей ертең осы бала, мына бала сырға табышты, әкесі бас кесіп тастайтын шығар, мына әкесін. Өйткені мына түрі әкесін келіп тұр ғой, мына баланың шешесі де жап-жақсы атаймен көріп тұр. Бірақ мен ойлаймын, бірақ ондайды білмей тұр ғой, енді әкесі білмейді, ондайды мынаны істеп жатыр ғой енді бұл бала. Айналайындар, тағы да айтамын, айналайындар. Бұндай мынау батысты оқығанша, батыстың бізге субмәдениет оқымай-ақ қой. Субмәдениеттен де жоғары бізде мәдениет бар. Абайды оқы. Алтынсаринді оқы, Міржақыпты, Латыпты оқы. Осылар жетеді саған. Қазақ болып қалуың үшін осылар жетеді. Қазақ болып қалуың үшін батыстың субмәдениетін меңгеру қажет жоқ. Субмәдениет сендер әкелмесеңдер кімге керек? Сендер әкеліп жатсыңдар. Оны меңгеру керек деп сендер әкеліп жатсыңдар. Басқа кім? Шетел бізге насихаттай алмайды. Көріктердің бәрін жамандыққа қорғау. Мен де бір ауыз тыңдаңыз енді Жарылқасын аға. Соңғы түйіндейік, сенің сөзің. Абайды айттыңыз, басқаны айттыңыз. Оқыған-тоқыған жігіттеріміз айтып өттім, филология мамандығын аяқтадым. Қазақ болуға сол жетеді деп жатсыз ғой, иә, Казгуд бітірдім. Қазақ болуға сол жетеді деп отырсыз ғой, бірден айтайын. Қазақ болу тек қазақ әдебиетін оқумен шектелмейді. Және субмәдениеттің мәселесін айтып отырсыз. Біз батыстың субмәдениетін дәріптемейміз. Біз қазақи субмәдениетті жоқ. Әлі субмәдениетті де жоғары айтыс бір айналайын. Жаман айтыс не қыласың оны? Жоқ, мәселе ода емес. Субмәдениет деген ол тек айтыс емес. Яғни біз қазақта бұрын соңды болмаған субмәдениетті, қазақи субмәдениетті көтеру біздің мақсат. Қазақи субмәдениет, қазаққа субмәдениет қажет жоқ. Неге қажет емес? Қазір сіздің немерелеріңізде телефон бар, барлығын көретін әншілер. Немерелерімізге соның қажет жоқ. Одан да немерелер мен Абайды білген немерем, оны істемейді. Не қылады ғой, жеркенеді. Енді қазақ сонда демек біз Европа емес, арабтандыру керекпіз ғой, мен түсінгенімше. Арабтандыру емес, қазақтандыр. Абайландыр, қазағыңды абайландыр, әуезовтендір. Енді мәселе, егер қазақиландыру болса, жастарды қалай қазақиландырамыз? Жастар көрмейді айтысты, айтысты көрмейді, жастар Абайды оқымайды. Демек оларға өзіне беретін нәрсені, кезіндегі ата-бабаң нәрсесін қосып отырып, екеуін қосып беру керек. Боқтағанда ма сонда? Қосқан? Жоқ, қосу неге боқтық? Оның ішінде басқа да пайдалы нәрселер, басқа да маңызды дүниелер бар. Ол неге бірден боқтыққа келіп түйілу қажет? Сіз көрдіңіз бе, бір тал шығарылымын көрдіңіз бе? Мен сізге қалсаңыз көрсете аламын. Көрдім ғой бағана, біреуін көрдім ғой бағана, жіберді ғой. Боқтап жатыр ғой бір-бірін, айналайындар. Жарылқасын аға, әңгімеңізге, ой бөліскеніңізге рахмет, және ықылас бауырым, саған да көп-көп рахмет. Енді бізге берілген уақыт шектеулі, өздеріңіз білесіздер. Құрметті көрермен, егер айтар, қосар ойларыңыз болса, яғни экран төменгі жағында коммент қалдыруға болады. Жалпы осы тақырыпқа байланысты пікірлеріңізді жазып, және сауалнамаға қатысыңыз. Сіздерге келгендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Дендеріңіз сау болсын, табыс тілеймін. Бүгінге осы амандықпен жүздесейік.